Сәлем, мен кайфустаймын. Алғашқы видеода айтып кеткен сынағымның заманауи англицизммен айтқанда челленджімнің 3-ші күні. Алғашқы видеомда контентім өнерге байланысты болады дегенмін. Сондықтан бүгінгі форматтың атауы сәттілік дөңгелегі сынағы. Сәттілік дөңгелегі сынағы деген ол қалай болады екен десең, айтып кетейін. Мен қолымнан кішкене болса да келетін музыкалық өнер түрлерін сәттілік дөңгелегіне енгіздім. Сол дөңгелекті 2 рет айналдырамын. Ол бір. Осы сынақтың тым оңай болып кетпес үшін маған түскен 2 өнерді қолданып 1 сағат ішінде 20-30 секундтық музыка жазуым керек. Ол 2. Бұл формат өзіме де жаңа болып саналады. Сондықтан бүгінше тақырыбым еркін болады. Осы сынақтың, челлендждің келесі бөлімдерінде мүмкін оны тағы да бір қиындатармын. Мысалы, тақырыптарды да жеке сәттілік дөңгелегіне енгізіп, сол арқылы таңдауым мүмкін. Ал енді іске кірісейік. Кеттік. Бүгінгі сәттілік дөңгелегіндегі музыкалық өнерлер: ән айту, синтезаторда ойнау, домбырада ойнау, электронды музыка жазу, битбокс, гитарада ойнау, бағлама сазда ойнау, пианинода ойнау. Ал енді бірінші өнерді таңдаймыз. Бірінші өнер ән айту болды. Ән айтуды алып тастаймыз да келесіне кеттік. Гитарада ойнау. Мен гитарамен ән айтуды бірге қоса алмаймын. Айтқым келіп тұрғаны, мен гитара ойнап отырып бірден ән айта алмаймын. Сондықтан мен оны жеке жазып біріктіретін боламын. Ондай болса, таймерді қоса салайын. Планшетті марқұм Старктың басына тіреп қоя салайын. О, көрінбейді екен ғой. Таймер басталды. Мен гитарада керемет ойнаймын деп айта алмаймын. Мен гитарада тіпті ойнап үйренбеген адаммын. Бірақ қазір менің алдымда кәдімгідей мақсат тұр, оны орындау керек. A few moments later. Шумағына аккордтар шығарып алған сияқтымын. Енді қайырмасына ойлап табу керек. Later. Окей. Планшет уже қалыпты. Так. Неше 11 минуттың ішінде бізде гитарада шумақ пен қайырма бар. Турасын айтқанда аккордтар ғана бар. Енді бұған енді вокал придумать ету керек қой. Вокал. Сөз жазу керек оған әлі. Айтуын айту көрімді, ал есіме сақтай алмадым бәрібір. Жүредім бос болып қалада. Жүредім бос болып қалада. Или бос еді басым бар уақытта. Іздедім
тақырып табу дегеннің өзі қиын болады екен, сөз жазу кезде. Тақырып тапқаннан гөрі одан да бірден сөзін жаза берген артық сияқты. Ойыма келгенді жаза беріп, содан бірдеңе тақырып шығады деп ойлаймын. Жүредім жұтып таза ауа, жүредім жұтып таза ауа, бірдеңе суық қалада, бірдеңе суық қалада. Қолымда қаттан өш қолым. Биттей соқтырайық жібереді. Жүредім жұтып таза ауа, жүредім жұтып таза ауа, сүйді суық қаламда. Не деген суық Астана дейін ба? Жүредім жұтып таза ауа, сүйікті суық қаламда. Не деген суық Астана. Жүредім жұтып таза ауа, сүйікті суық қаламда. Не деген суық Астана. Мен әлі жазым керек, бұны запись жасау керек. Өшіп қалған дейсіз жаңа. 33 минутке қояйық. Жақсы, кеттік. Алдымнан шықты бір бала. Сұрады менен тамсана. Фотоға түссек бола ма? Жүредім жұтып таза ауа, сүйікті суық қаламда. Не деген суық Астана. Алдымнан шықты бір бала, сұрады менен тамсана. Фотоға түссек бола ма? Жүредім жұтып таза ауа, сүйікті суық қаламда. Не деген суық Астана. Не деген суық Астана. 8 минут қалды. Жақсы, қайылмас. Так, фотоға түсудің неше түрі бар енді. Та-та-та-та-та-лайда түстік. Та-та-та-та-та-та-та. Түстік. Та-та-та-та-та-та. Түстік. Фотоға. Өзімді танымал адам сияқты елестетіп көрейін. Солай болса қандай фотоға түсетін едік? Адамдар қалай түседі? Оны қалай ата салады? Қарқылдап көліп, ағылдап қатты көліп де түстік. Жарайды, мынау көмектеспейтін сияқты. Аттан таттарда түстік. Жымиып бақытты күйде де түстік. Бүйтейік. Бақытты. Жымиып түстік. 20 minutes later. Бір сағаттың ішінде бұдан артық шығара алмайтын деп ойлаймын. Енді запись жасау керек. Eventually. Мынау сынақ кәдімгідей қиын болды. Мен қиын екенін білдім, бірақ соншама қиын болатынын күтпеп едім. Бірақ қиын болғанымен қызық болды. Жүредім жұтып таза ауа, сүйікті суық қаламда. Не деген суық Астана. Алдымнан шықты бір бала, сұрады менен тамсана. Фотоға түссек бола ма? Бақытты күйде жымиып түстік, қытайлар ұқсап сықиып түстік фотоға. Бақытты күйде жымиып кетті, көздері жанып сықиып кетті сол бала. Егер саған менің өнер көрсеткенім ұнаған болса, не болмаса күлдірген болса, лайк басып, қолдауыңды сұраймын. Егер контент қызық болса, каналға жазылып, қоңыраушаны түртіп қой. Келесі видеода кездескенше.